Ассаламу алейкум, құрметті тыңдаушылар. Бүгін біз сіздермен өтетін тақырыбымыз әдебиеттану ғылымының жаңа бағыттары деп аталады. Бұл тақырыптың мазмұнын ашып беруде негізінен үш жоспар қойылған. Бірінші, көркем әдебиетте ағым мен бағыт туралы түсінік. Екінші, әдебиеттанудың дәстүрлі бағыттары мен жаңа әдіснамалық өзгерістер. Үшіншісі, әлемдік және қазақ әдебиетіндегі жаңа бағыттар. Дәл осы тақырыптың мазмұнын ашып беретін төменде әдебиеттің тізімдері берілген. Хош, көркемдік бағыт немесе әдіс дегеніміз белгілі бір дәуірде көптеген жазушылардың шығармаларында қолданылатын өмір шындығын суреттеу ерекшелігі, соны айқындайтын негізгі принциптер деп табылады. Әдебиетте сондай-ақ көркем өнердің басқа салаларында бір бағыттағы жазушылардың өнер қайраткерлерінің творчествосы идеал нысаны жанында ұқсас жақын келетінін байқаймыз. Бір заманда өмір сүріп, бір қоғамдық ортада қызмет еткен көптеген жазушылардың көркемдік әдісінде ортақ сипат белгілер аз емес екен. Олардың тақырып таңдауы, белгілі жанр түрі қолдану, адамның бейнесін суреттеу ерекшеліктерін анық көруге болады. Мұндай өзгеше сипат белгілер көбінесе белгілі әдеби бағыт, әдеби ағым аясында туады. Бүгінгі таңда қазіргі әдебиеттану ғылымында дәстүрлі және жаңа бағыттар пайда болған. Олар төмендегілер: біріншісі романтизм, екіншісі реализм, үшіншісі модернизм, төртіншісі постмодернизм. Енді бүгінгі әдебиеттану ғылымындағы жаңа бағыттар жайлы сөз етуден алдын біз ағым немесе бағыттың өзіне тән ерекшеліктер жайлы біліп алуымыз қажет. Әдебиеттегі ағым бағыттың айырмашылығын анықтау белгілі бір кезең әдебиетінің мәнін ашуда аса маңызды. Белгілі академик Зейнолла Қабдолов сөз өнері атты монографиясында әдеби ағымды әдеби стильмен салыстыра отырып төмендегідей ерекшеліктерін анықтап береді. Біріншіден, стиль бір жазушыға тән творчестволық ерекшелік болса, ағым бірнеше жазушыға тән творчестволық белгі. Екіншіден, стиль әр жазушының дара қасиеті болса, ағым әр алуан жазушының ортақ сипаты. Үшіншіден, стиль жалпыға тән ұғым болса, ағым жалпыға тән таным. Төртіншіден, стиль әр жазушының әдеби беті болса, ағым әр жазушының әдеби бағыты деген пікірді айтады. Осы белгілі академик Зейнолла Қабдоловтың пікіріне ғылыми тұжырымда шындық бар сияқты, ғылыми тұжырымдалы. Әдеби ағым әр елдің әдебиетінде әрқашан болған, әрбір әдеби ағымда әр қоғамда әртүрлі әлеуметтік жағдай туындайды. Әдеби ағым тарихи категория болып, белгілі бір қоғамдық жүйенің белгілі бір кезеңіндегі белгілі саяси әлеуметтік сипатына сәйкес туады да, сонымен бірге дамып, бірге жоғалып отырады. Енді жоғарыда айтқандай жаңа бағыт туралы сөз етуден алдын ағым туралы қысқаша мәлімет беретін болсақ, бүгінгі күнде қазақ әдебиеттану ғылымында, жалпы әлем әдебиеттану ғылымында бірінші пайда болған ағым бұл классизм деп аталады. Классизм латын тілінен алынған болып, үлгі өне деген мағынаны білдіреді. Классизм әлем әдебиетінде 17 ғасырда пайда болды. Классизм бағытының негізін салушылар бұл күнбатыс елінің ақын жазушылар еді. Олардың классизм әдебиет негізін қалаған Рассин, Малер, Корнель сияқты жазушыларды атап өтсек болады. Не үшін классизм ағым деп атаймыз? Себебі сол 17 ғасырда әдеби шығармашылықпен айналысқан ақын жазушылар өздерінің шығармаларын жазуда негізінен ежелгі Рим және ежелгі грек әдебиетінің ойшыл ғұламалары және ақын жазушыларының шығармаларына үлгі алды. Солардың шығармаларына негізделе отырып, өздерінің шығармаларын дүниеге келтірді. Сондықтан да біз оны классизм ағымы деп атаймыз. Енді классизм ағымына өзіне тән ерекшеліктер бар. Яғни классизм ағымына өзіне тән ерекшеліктің үшті белгісі бар. Яғни үш бірлік деп аталады. Ол бірінші бірлік оқиға бір тәулік ішінде болу керек. Екінші, оқиға бір жерде болу керек. Үшіншісі, оқиға бір тартысты ғана ашып беру керек. Бірақ дегенмен бұл ағым бар жоғы бірақ ғасыр өмір сүрді де, одан кейін оның орнына романтизм, реализм, одан соң модернизм, постмодернизм деген бағыттар келіп шықты. Сондай-ақ тағы әдебиеттану ғылымында ең алғашқы ағымдардың бірі бұл 17 ғасырда пайда болған, 18 ғасырда пайда болған сентиментализм деген ағым болды. Пайда болды. Ол негізінен адамның ішкі жан дүниесіндегі кешіп жатқан күйініші, сүйініші, қуанышы, шаттығын
суреттеп беретін, бейнелеп беретін ағым ретінде пайда болды. Дегенмен бұл сентиментализм ағымы бүгінгі күнде де қазақ поэзиясында немесе қазақ прозасында әлі күнге дейін өз жалғасын тауып келе жатыр. Дәлірек айтатын болса, қазақ әдебиетінде сентиментализм сол 19 ғасырдың бірінші жартысында жасап өткен ақын жазушылардың шығармаларына кездессек болады. Мысалы ретінде 19 ғасырдың екінші жартысында пайда болған қазақ әдебиетіндегі әнші ақындар, яғни сал серілер, Біржан Сал, Ақан Сері, Сары Тастанбекқызы сияқты ақындардың шығармаларында біз сентиментализмнің үлгілерін көрсек болады. Енді негізгі мақсатымызға көшетін болса, классизм ағымымен давам ету керек ме? Яғни 17 ғасырға келіп Европа әдебиетінде классизм ағымымен ағартушылық бағыт пайда болды. Дегенмен олардың өзіне тән ерекшеліктерін байқауымызға болады. Ерекшеліктері сонда классизм бағытында шұғылданатын ақын жазушылар, немесе классизм бағытта жазатын шығарма жазатын ақын жазушыларға тән қасиет, олардың негізгі тақырыбы ежелгі грек әдебиетіндегі сияқты халық өміріндегі елеулі ірі оқиғаларды суреттеу. Елін қорғаушы тұлғалардың қанды жорықтары мен дүрбелең саясаты. Яғни негізгі қаһармандар, корольдер, әскери қолбасылар. Оқиғалар негізінен сарай маңында кешеді деді. Ал енді ағартушылық бағытта ұстанған суреткерлердің қаламынан туған шығармалардың тақырыбы қарапайым халықты тұрмысын суреттеу, олардың көңіл күйі, жеке басының күйініші мен сүйініші, қуанышы мен ренішін бейнелеу болды. Негізі қаһармандар корольдер емес, қарапайым халық. Оқиға есе негізінен ашық аспан алаңында жасыл түске енген табиғат аясында, сондай-ақ өзен жағалауларында өтті. Сондай-ақ классизм ағымы мен ағартушылық бағыттың тағы бір ерекшелігі, оны жанрлық тұрғыдан атап өтсек болады. Классизм бағытында жазылған жанрлар негізінен трагедия, комедия, батырлық, поэма және одалар болып табылса, ағартушылық бағытындағы жанрлар негізінен лирика, повесть және роман болып табылады. Енді бүгінгі таңда әдебиеттану ғылымында негізінен жоғарыда айттық, төмендегідей бағыттар қалыптасқан дедік. Олар романтизм, реализм, модернизм және постмодернизм. Енді әдебиеттану ғылымындағы жаңа бағыттар жайлы сөз етуден алдым, біз дәстүрлі бағыттар жайлы біліп алуымыз қажет. Яғни қазақ әлем әдебиетінде, әдебиеттану ғылымында қалыптасқан дәстүрлі бағыттар бұлар төмендегілер. Біріншісі романтизм, екіншісі реализм. Романтизм 18 ғасырдың басы, сондай 19 ғасырдың екінші жартысында пайда болған бағыт. Бұнда негізінен өзіне тән ерекшелігі сонда, романтизм бағытында жазған шығармаларда оқиғалар қиялдан туады, кейіпкерлердің іс-әрекеттерін адам ақылына сия бермейді. Сондай-ақ романтизм бағытындағы жазылған шығармалардың кейіпкерлері өз жасаған қоғамдағы болып жатқан оқиғаларға көңілі толмайды. Солай олар мақсатын немесе арманын, мүддесін не өткен шақтан, не болашақтан іздейді. Ал енді реализм жайлы айтатын болсақ, реализм бұл 19 ғасырдың екінші жартысы, 20 ғасырдың басында пайда болған бағыт. Бұл реализмнің романтизм бағытына ерекшелігі сонда, реализм бағытындағы туындаған шығармалардағы кейіпкерлер керісінше өз тұсындағы болып жатқан оқиғалардың, кесек-кесек оқиғалардың суреттеуге көңіл бөледі, және реализмде кейіпкерлердің барлығы өмірде болған адамдардың іс-әрекетін суреттеуге бағытталады. Реализм әдісі суреткерден өмір құбылыстары, маңызды қоғамды мәселелерді, күнделікті тұрмыстағы сан алуан жайларды мейлінше кең қамтып, әлеуметтік өмірдің қайшылықтарын терең ашып көрсетуді, қарапайым адамдардың бейнесін сипаттауға жете назар аударуды талап етеді. Бүгінгі күнде біздің қазақ әдебиеттану ғылымында қазір күнге дейін екі бағытта да ұстанады. Бір топ ақын жазушылар романтизм бағытында шығармалар жазса, бір топ жазушылар реализм бағытында шығармалар жазылады. Негізінен қазақ әдебиеттану ғылымында реализм бағытында
пайда болу және ол бағытта шығарма жазу 19 ғасырдың екінші жартысында Абайдан басталады. Абай өз шығармаларын жазу барысында халықтың болашағын өткенде немесе болашақта іздеген жоқ, сол тұстағы өз жасаған тұсындағы заманнан іздеді және сол тұста өз жасаған тұстағы қоғамдағы әлеуметтік мәселелерді терең ашып берді. Енді бүгінгі күнге келіп әлем әдебиеттану ғылымында жаңа бағыттар пайда болды. Яғни бұлар модернизм және постмодернизм деп аталады. Модернизм өзі күнбатыс елдерде пайда болған бағыт. Қазірде біздің қазақ әдебиеттану ғылымында әлі тереңінен толық үйренілгені жоқ. Дегенімен модернизм 20 ғасырдың бас кезінде пайда болды. Модернизм әдебиетіндегі бағыт, бұл тек қана әдебиет бағытында үйренілетін бағыт емес, сондай-ақ өнердің барлық салаларында кездеседі. Дегенмен модернизмнің пайда болуына не себеп болды, қандай оқиға түрткі болды деген сұраққа жауап беретін болсақ, 20 ғасырдың басына келіп, күнбатыс елдерінде сондай бір философиялық ой пайда болды. Ежелде қарапайым халық, жалпы халықты бақытқа жетелейтін бұл ғылым, білім деді. Сөйтіп 20 ғасырға келіп біз ғылым мен білімнің ең биік шоққысына жеттік. Дегенімен халық бақытты болғаны жоқ. Яғни 20 ғасыр басына келіп күнбатыс елдері ғылым, білім адамды бақытқа жетелейді деген түсініктен арыла бастады. Өйткені бүгінгі күнде егер ғылым, білім адамды бақытқа жетелейтін болса, әлі де көптеген елдерде осы ғылымның, білімнің жетістігі нәтижесінде адамға зиян келтіріп жатқан кездерді, оқиғаларды көп көріп жатырмыз. Сондықтан да 20 ғасыр басына келіп, ғылым, білім адамды бақытқа жетелемейді деген түсінік пайда болды. Сондай-ақ екінші мәселе, осы күнге дейін адамзат қандай жетістікке қол жеткізген болса, бұл тек қана адамның өзінің еркі және еңбегі арқылы болды. Ешқандай оған Құдайдың қатысы жоқ деген түсінікті пайда етті. Сондықтан да көптеген бүгінгі күндегі модернизм бағытындағы қалам тербететін ғалымдардың еңбектерін көз жүгіртетін болсақ, сондай түсінікке ие боламыз. Модернизм бұл құдайсыз, дінсіз әдебиет деген мәліметті келтіреміз. Яғни олардың түсінігінің бойынша Құдай бұл тек қана логика, дін адамдар арасында тәртіп орнату үшін ғана қажет. Яғни дін бар жерде ғылым, өнер ешқашан дамымайды деген пікірді айтады. Дәл сондай-ақ модернизм бағытынан кейін сол модернизмнің жіберген олқылықтарын, кемшіліктерін толтыратын 20 ғасырдың 70 жылдарында постмодернизм деген бағыт кіріп келді. Постмодернизм деген орыс тілінен алынғанда после, яғни модернизмнен кейінгі деген мағынаны білдіреді. Постмодернизм өз негізі ең алғаш рет 1917 жылы Европа елдерінде пайда болған бағыт. Енді жоғарыда айтқандай постмодернизм жайлы философ Жил Делиус былай деді: адамзат баласы соғыстан шаршады, бір-біріне өз ойларының дұрыстығын таңдаудан жалықты, өмірден мән іздеуден, жақсы адам болудан шаршады. Сондықтан енді адамдар өздері қалағанша өмір сүріп, өздері дұрыс деп тапқан еркіндікке жетуі тиіс деп осындай тұжырым жасайды. Дәл сол сияқты жоғарыда айтқандай, қазақ ғалымдар ішінде академик Сейіт Қасқабасов бұл постмодернизм жайлы мынандай пікір білдіреді. Шынтуайтына келгенде модернизм дегеннің өзі жаңа деген сөз. Постмодернизм өндірісі қатты дамыған постиндустриал елдерде кең таралған. Өйткені олар бұрынғы классикалық әдебиеттен қол үзіп кеткен. Сондықтан постиндустриал қоғам болмай тұрып, постиндустриал қоғамның өмірін суреттей алмаймыз дейді. Яғни қайсы постмодернизм бағыты қайсы елдерде дамыған десек, яғни экономикасы тұрақты дамыған елдерде ғана бүгінгі күнде модернизм және постмодернизм бағыттары ілгерілеп бара жатыр. Дегенімен қазақ әдебиеттану ғылымында да, қазақ әдебиетінде де біз модернистік бағытта жазылған шығармаларды тілге тиек ете аламыз.
толықтай модернизм бағытында жазылды демесек те, сол Дидар Амантайдың немесе Төлен Әбдіктің немесе Асқар Алтайдың көркем шығармаларында модернизмнің кейбір элементтерін байқауымызға болады. Енді модернизм мен постмодернизм бір-біріне өте жақын болғандықтан, сондай-ақ жоғарыда айттық, модернизм жіберген олқылықтарды постмодернизм толықтырады дегенімен, бүгінгі күнде олардың өзіне тән ерекшеліктері бар. Яғни, бірінші ерекшелігі модернистер мәңгілік өмір сүрудің құпиясы ашылады деген сенімде болар екен. Ал енді постмодернистер адам мәңгілік өмір сүре алмайды, бірақ өмірді ұзартуға болады деген түсінікке ие екен. Екіншіден, модернистер отбасылық құндылықтар сақтап, ұрпақ алдындағы міндетін біліп, еркек болып, әйел болып өмір сүру керек деген идеяны ілгері сүрер екен. Ал постмодернистті жақтаушылар, олар жынысын ауыстыру, бір жыныстың екені қалыпты жағдай деп қарайды екен. Тағы бір ерекшелігі, модерн өнер атаулы адамзат баласына эстетика ләззат сыйлап, рухани байлық береді десе, постмодерн бағытындағылар өнердің ешқандай құндылығы қалмайды деген тұжырымды айтар екен. Енді модернизм мен постмодернизмнің өзіне тән ерекшеліктерін анықтап берген ғалым, бұл орыс ғалымы Александр Дугин болады. Модернизм мен постмодернизмнің басты айырмасы былай дейді. Модерн адам санасынан Құдайдың мәнін өлтірсе дейді. Постмодерн санасында, яғни адамның санасында Құдай деген түсінікті өлген адамның өзін өлтіру деп баға береді. Назарларыңыз үшін рахмет.